Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен клубника шоколаде жасауды үйренетін боламыз. Осындай үлкен, тәтті, әп-әдемі клубника шоколадені жасаудың технологиясын көрсетемін сіздерге. Ол үшін бізге ең алдымен клубника керек. Клубниканы қаттысын, құрғағын және үлкен алғандарыңыз дұрыс. Сол кезде сіздің клубника шоколадыңыз өте әдемі әрі дәмді болып шығатын болады. Менің мына клубникаларым бұлар египетский, мұндайлар және турецкий болады және алматинский болатын болады. Міндетті түрде осындай клубникаларды алыңыздар. Содан кейін бізге шоколад қажет, молочный және белый шоколад. Мен Калибол, бельгийский шоколадты қолданамын. Міндетті түрде кондитерский шоколад болғаны дұрыс негізінде. Бірақ өзіңізге жасау үшін магазиндағы шоколадтарды алып жасап көруіңізге болады. Содан кейін пирометр қажет, силиконовый лопатка, сосын мындай кондитерский мешоктар қажет. Декор жасау үшін қолдануға болады. Және де зубочистка, клубниканы осы зубочисткаға тығып шоколадқа малып жасаймыз. Содан кейін мындай түрлі посыпкалар, кокосовый стружка және де мындай капсулалар клубника шоколадені салып қоюға. Содан кейін осындай силиконовый коврик қажет. Егер силиконовый коврик болмаса, пергаментный бумага немесе фольганы алсаңыздар болады. Клубниканы шоколадқа малғаннан кейін осы коврикқа қойсаңыз, қатқаннан кейін өте оңай болып алынатын болады. Мындай посыпкалар қажет декорға, клубника шоколаденің бетін әрлеуге. Енді жұмысымызды бастаймыз. Ең алдымен клубникамызды жақсылап тұрып жуып аламыз. Сондай ағып тұрған судың астына қойып, әр клубникамызды жеке-жеке жуып алуымыз керек. 2-3 қайтара жуыларыңыз керек. Жақсылап жуып алғаннан кейін осындай орамалдың үстіне клубникаларды қойып, әр қайсысын осылай салфеткамен кептіргеніміз дұрыс. Өйткені шоколад суды ұнатпайды. Егерде клубникаңызда су болатын болса, шоколадыңыз әріп кетуі мүмкін. Сондықтан да әрбір клубниканы осы салфеткамен жеке-жеке сүртіп алыңыздар. Енді жұмысымызды бастаймыз. Ең алдымен осы зубочистканы клубникаға тығамыз. Көрдіңіздер ме, клубника қандай қатты. Және де осылай жапырағын үстіге қарай көтеріп, зубочисткамен бірге ұстап алып, ыңғайлатып, шоколадымызға маламыз. Шоколадты міндетті түрде темперировать етесіздер. Темперировать етудің видеосы менің каналымда бар. Тіркеліп алып, көрулеріңізге болады. Осылай малып, айналдырып отырып, артық шоколадты ағызып тастаймыз. Келесін. Осылай айналдыра отырып, толығымен клубниканы шоколадқа маламыз. Малғаннан кейін ақырындап осылай артығын сілкіп отырып алып тастаймыз. Тым көп болса да қатпай қояды немесе қалың болып кетеді, егер артығын алмайтын болсаңыздар. Сондықтан да міндетті түрде осылай сілкіңіздер. Және де посыпка себуге болады, өздеріңіздің қалауларыңыз болса. Мен осылай аузы үлкен ыдысқа салып аламын да, осылай айналдырып матырып аламын. Кокосовый стружка болсын, орешки болсын, осылай матырып аламын. Силиконовый ковриктің үстіне қоямын. Енді клубника шоколаденің бетіне полоска жасауды, яғни декор жасауды көрсетемін. Ол үшін жаңа қалған шоколадты осы кондитерский мешокқа салып аламыз. Аузын жіңішке қылдырып кесіп, осылай клубника шоколадені ұстап тұрып, үстінен жүргіземіз. Өте тез жұмыс жасау керек. Сол кезде
түзу әрі әдемі болып шығатын болады. Сосын үстіне осындай посыпкаларды қойсаңыздар болады. Клубника в шоколаден жасап болдық. Енді әдемілеп коробкаға салуды көрсетемін. Міндетті түрде коробканың астына осындай қанық, ашық түсті тишью салыңыздар. Сол кезде әдемі көрінетін болады. Және капсулаға кондитерский әрбір клубниканы сала отырып, осылай әдемілеп композиция жасап отырып салып шығасыздар. Осымен біздің клубника в шоколадеміз дайын болды. Осындай әдемі, тәп-тәтті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса лайк басыңыздар. Жасап көрсеңіздер, қалай болып шыққан туралы да комментарийға жазып өтіңіздер. Және алдағы уақытта қандай видео салғанымды қалайсыздар, соны жазып өтіңіздер. Мен үшін ол маңызды. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.